Қайырлы күн достар. Байзақ ауданы Шахан ауылы Мұхтарәлиев атындағы орта мектеп Сарыкемерден 60 километр арыда жүрміз. Саламатсыз ба? Қош көрдік. Бірінші аяқ киім антисептигінің тұрған жері. Ол бұл жерде тұрмауы керек. Негізі. Саламатсыз ба? Директор жоқ па? Су жоқ. Жағы. Антисептик бар қолым. Директор жоқ па? Кварц тұр. Міне. Кварцевание жүргізіп отыр. Өте дұрыс. Өте дұрыс. Міне. Одан кейін аяқ киім антисептиктер міне былай кептіріп тұрады екен. Жаңа салатын қойып қойғаны ғой, жуып тазалап кетті ғой. Қазір енді біз қойып шығамыз бұны. Екінші смейге. Автомобильдіктер алайсыңдар. Жаңа осы сылып кетті ғой. Енді аны біз қойып шығамыз қазір. Екіншісімен екілі басталады. Мына қосымша бар, сен енді қоқайып. Көрдіңіздер, Мұхтарәлиев атындағы мектепті, орта мектебі, аяқ киім антисептигі қалай болса солай. Ол аяқ киім антисептигі тек қана комиссия аяқ басатын жағдайға келтіріп қойған. Екіншіден, аяқ киім антисептигі не үшін керек? Сіздер жүз рет айтсаңыздар да, бірақ нәрсе үшін керек. Адам кіріп шыққанға аяғындағы вирустар, бактериялар, инфекциялар өлу керек. Сіздерде анадан бастап шетіне жиналып тұр, мияқтарда жиналып тұр, оның бәрі жай отговорка деп есептеймін. Екіншіден бұл жерде басты нәрсе әжетхана жұмыс істемейді. Су жоқ. Әжетхана ол жаңадан әлі қосылған жоқ. Әлі қосылған жоқ. Қосылған жоқ. Даладағы әжетханаға қай жерде? Екі әжетхана. Екі. Бұл екі әлі қосылған жоқ. Анау ма? Даладағы әжетхана ма бұл? Мынаны алтын қойып. Анау мүмкін. Қыздар, даладағы әжетхана қайсы? Қыздар? Қайсы? Анау мен ала? Екеуі ғой, я? Рахмет. Болды, көрдіңдер. Рахмет.